Ассалаумағалейкум құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздерге ешкінің өсіп жетілуіне, денсаулығының мықты болуына және түрлі ауруға қарсы иммундық жүйесі болуына бірден-бір пайдалы элемент тұз жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз, қызықты да пайдалы ақпарат алатыныңыз сөзсіз. Олай болса, біз бастаймыз. Қазіргі үй жануарлары, яғни қорамызда тұрған ешкілеріміздің арғы тегі тау ешкісі мен тау текесі. Жабайы табиғатта тау текесі тұз тауып жеу үшін тас пен құзға өрмелеп, қауіпті де тік шартастармен жүріп, тұз қатпарларына жетіп жалайды. Яғни ешкілерге тұз өте қажетті болғаны ғой. Бұны адамзат ертеден білген. Ұшқанды торға, жүгіргенді орға түсіретін жауы өзінің жұтқыншағы, тамағы ғой. Бұрынғы аңшылар тұз шашып, ешкілерді бір жерге шақырып, тұзағына түсірген. Ал Американың Алабама штатының пойыз тонайтын қарақшылары алдыңғы ғасырда шойын жолға тұз шашып, сол жерге көп ешкілер келіп, пойыз тоқтауға мәжбүр болған екен. Сол мезетте жар астына тығылған қарақшылар тоқтаған пойызға шабуыл жасап, тонап ізін суытқан екен. Сонымен ешкілер тұз жеу үшін құз жарға шығады екен. Тұз жеу үшін орға да, торға да түседі екен. Тіпті тұз жегенде пойыздан да қорықпайды екен. Мұның сыры неде деп ойлайсыз? Ешкі шөптің өте көп түрін жейді. Кейбір өсімдіктер тұз, калий мен натрий йод қажет етпейді. Бойында ондай элементтерді жоқ шөпті басқа жануарлар, мысалы сиыр жемейді. Ал ешкі бұндай шөпті де өзіне қорек етеді. Бойында тұзы, натрийі жоқ шөп жейтін ешкі тұз жеуге мәжбүр болады. Алайда әрбір адамның тұзға қажеттілігі әртүрлі болатыны сияқты, ешкілердің де тұзға тәбеті әртүрлі болады. Кейбір тұзды көп тұтынса, ал енді бірі аз жейді. Тұзды ешкіге беру керек екенін мысалдармен түсіндірдік. Бірақ қалай берген дұрыс? Кейбіреу жемге қосып беріп жатады. Енді бірі суға ертіп береді, ал біреулер тұзды алдарына қойып қояды. Қазіргі таңда брикеттелген тұздар бар. Қатты тас тәрізді тұздар бар. Біз осы тұздарды қолданамыз. Және де йодпен байытылған тұз ешкіге аса пайдалы. Егер ондай тұз таппасаңыз, кәдімгі ас тұзын пайдалансаңыз болады. Себебі ас тұзы йодталған. Суға тұз салып бергенді құптамаймыз. Алайда тұщы су бергенде дұрыс емес. Тек ешкі емес, жалпы барлық үй жануарлары өзен суын ішкені дұрыс, әсіресе қыс мезгілінде. Сіздердің бұл видеода көріп отырған ешкіңіз номері 68-ші ешкі. Ол брикеттелген тұзды жалауда. Бұл тұз базарда небәрі 800 теңге тұрады. Бір брикеттің салмағы 5 килограммды құрайды. Бұл брикеттер елімізде жасалады. Айтпаса да түсінікті шығар, арал тұз. Егер видеомыз ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойыңызды жазып қалдырсаңыз болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған ғылым және ауыл арнасы.